Қазақстан тарихы сіресегі дарабоз романы. Дарабоз романында басты кейіпкер қабанбай батыр туралы қазақ қазақ халқының сол уақыттағы азапты ғұмыры, таққа талас, қазақ жоңғар және ойраттар арасындағы ұзақ уақытқа созылған қақтығыстар және қабанбай осы жерде басты кейіпкердің қабанбай батырдың азаттық жолында көзсіз ерлік көрсетуі, одан бөлек автордың оқырманды жалықтырып алмас үшін неше түрлі аңыз әңгімелер, би шешендік, афоризмдік дағдыларға тоқталып өткен. Шығарманың негізгі идеясы азаттықты аңсаған алаштың алыптарын асқақтау. Сол тұрғыда бірінші позицияда көрінетіндей кейіпкердің бірі қабанбай образы. Тақырыпқа келетін болсақ, қабанбайдың ерекше есімдерінің бірі дарабоз. Ол автор тақырыптың іргетасы ретінде осы дарабоз деп кітаптың атын қойған. Және өте жақсы қойылған қысқа да нұсқа. Шығарма сюжеті бірден қабанбай есімінен басталады. Автор фабула ретінде тарихтың парағына үңіледі. Болат өлгеннен кейін Әбілмәмбеттің таққа отырып, қол астына 300-ді жинауы әңгіме болады. Осы тұста тарихи қаһармандар өзара қарым-қатынас, түспес бұрынғы хал жағдай, тіршілік, қоғамдық орта, қақтығыстар алаңы, оқиғалар орны суреттеледі. Дарабоздың басталуында айтарлықтай ерекшелік жоқ, тура экспозиция деуге де болады. Автор әр кейіпкеріне жеке тоқталады. Әрқайсының іркіліссіз, жанама астарсыз бірден таныстырады. Тағы бір ерекшелігі, шығарма бұрма экспозициясыз шартты түрде жалғасады. Сюжеттік байланыс ретінде Қабанбай Ұлытаудағы жиыннан соң туған жер Барқытбел, Алакөл, Алтай өңіріне жол тартқандағы көш барысында суреттеледі. Көште ел еңсесінің биіктігі, қазақ даласының кеңдігі, болашақ деген арман, өткенге өкініш сынды ұғымдар сипатталады. Және осы тұста әңгіме ішінен өрбіп, сюжеттік байланыс орын алады. Қабанбай досы Шағалыққа ұлы Әліге өткінші өмірдегі тартысты баяндау арқылы шығарма оқырманға жақсы жол тартады. Не үшін Қабанбай аталады? Қандай жекпе-жекте дарабоз атанды? Нар бала деп кімдер атаған? Азан шақырып қойған есімі кім? Және өлже мен арсаланға деген кектің соңы немен аяқталады? Атамекеннен не үшін көшті? Осы секілді сұрақтардың бәріне жауап беруге тырысады. Байланыс өте сәтті қиыстырылған, себебі оны автор емес, Қабанбайдың өзі баяндайды. Оқырман кейіпкердің аузынан естігендей күй кешеді. Бұл жазушының кейіпкерді сөйлетудегі басты ерекшелігі. Және орын алған әр құбылысты ауызекі аңыздап қоймай, адамның жан дүниесіне ене суреттейді. Оқырман өзіне біраз мағлұмат алады.
шежіре тарихында да меңгеруге болады. Себебі кімнен кім тарайтынын қаламгер осы тұста м, сатылып айтып өтеді. Бірнеше реалистік образбен танысады. Нәтижесінде Қабанбайдың отбасы және ортасымен толық танысады. Оқиға желісінде автор қызықты ситуациялар мен интрига ұйымдастырып, әралуан сюжеттерді кеңінен қолданады. Осы орайда сюжеттің шиеленісі басталады. Дарабоздағы шиеленіс деп Әбілқайыр мен Барақтың кекті тағдырлары, азапты өлімдері ұлы жиында ойратқа қарсы ма, жоңғарға қарсы ма деген күрделі сұрақтарды туғызу арқылы оқырман өзіне одан әрі баурайды. М, Желіге қызық оқиға да керек. Ым, иә, көркем шығарма көп адамға негізі қызық емес шығар. Бірақ тарихи шығармада қолдан жасаған қызық емес, шынайы өмірде орын алған қызық болуы тиіс. Жазушы мұны да сәтті пайдаланған. Майсара мен Шақалақтың әзілдесуі мен Мырзатай мен Назым арасында орайластық, билердің бір-бірімен жарасуы, оны осы секілді дүниелер мен шығарма бойынан кеңінен көрініс тапқан. Сюжеттің шиеленісуі Қабанбайдың туған жері мен бақыт белді емес, сыр өңірін қорғап аттанайық деген тұсынан шақыртауға ұласады. Неге батыр талай жылғы арманым атамекенді жаудан аластауға аттанбады? Оның бұл әрекетін Абылай ғана түсінді. Қазақтың барлық жері атамекен, әр жері әр адамның тағдыры. Ал оны өз жауынгерлері түсіне алады ма? Аттаныс нәтижесіндегі ірі жекпе-жектер, кішігірім қақтығыстар күшеюге шығарманың өрістеуіне келіп дамылдайды. Шығарма сюжетін күллі кезең-кезеңімен тұтастырып, белгілі бір бүтіндікке, үндестікке әкеліп тұрған композициялық аса бір күрделі тұсы да осы. М, Сөз болатын тағы бір мәселе ол шығармадағы тип пен характер. Бұл мәселеде жазушы тілі шұрайлы, сөздік қоры мол болуы шарт. Бұл жазушыға қойылар бұлжытпас талап. Қабдеш жұмаділов өз қаһарманының характерін өзге арқылы ашады. Қабанбай характері қалай бізге жол тартады? Әрине, детальдар арқылы. Абылай Қабанбайды көзсіз ерлігі үшін жақсы көреді. Ол билікке таласы жоқ, қарадан шыққан батыр болса да, Абылай үшін дарабоздың көзқарасы маңызды. Қабанбай көрінген хан көргенде хан екенін ұмытып, атының басын ұстап жылап көрісті. Бұл жерде Абылайдың іс-әрекеті арқылы дарабоздың характері сыр шертеді. Назым әкесінің мойнына асыла кеткісі келді, бірақ шағалақ тұрғасын сыпайылық танытып анасының сәлемін жеткізді. Қабанбай түзде жауырыны жерге тимеген батыр болғанымен үйде балажан. Ордасында немерелері үстіне секіріп ойнап жүреді. Бұл жерде Қабанбайдың ерекше қырын тағы аңғарамыз. Қабанбай қалмақтан қатын аламын десе кедергі жоқ, бірақ сыры кетсе де сыны кетпес Майсараны ойлап бұл ауылдың жетегінде ермей жүр. Бұл жолдардан да Қабанбай
бейнесі көрінеді. Осы секілді бөлшектер, яғни детальдар арқылы жазушы кейіпкер характері мен типін жақсы берген. Төртінші, толғамда шығарманың тілі мен стиліне тоқталуымыз керек. Романның тілі қаншалықты жеңіл, автор көркемдік ерекшелікке жіті мән берген. Оған қоса, сөздік жақсы жұмыс жасаған. Және шығармада ә, жазушы жазушының тіл байлығы, ерекшелігін, сөздік қорының молдығын, қазақы тіршіліктің ғұмырын хабар мол екенін аңғарамыз. Жазушы стилі өзгеге ұқсамайды. Себебі шығарманың мазмұны мен пішіні бөлек. Көркемдік әдісінің өзі ішкі дүниетанымының үндес, сол үшін өзгелерден ерекшелігі көп. Кей жазушыларда инверсия, психологиялық параллелизм сынды көркемдік тәсілдер кеңінен қолданылады. Қабдеш жұмаділов оларды қажет етпеген. Әдеби шығармаға жазуға рецепт берілмейтін секілді. Әдеби шығарманың тілінде штамп жоқ. Жер бетінде қанша жазушы болса, сонша машық, жеке өзіне тән жазу мәнері болуы шарт. Әдебиетте баяндау мен суреттеу екі ұғым. Қаламгер дарабозда екі ұғымды қатар қолданады. Тіпті кей жерде қайсысы баяндау, қайсысы суреттеу екенін де аңғармай да қаламыз. Әрбір әдеби шығарма белгілі бір дәуірдегі қоғамдық шындық сәулесі. Шындықты суреттеу өте күрделі процесс, және автор бұл жағынан еш жеңілмеген. Шығармада біз білмейтін сөздермен және көп ести қоймаған мақал-мәтелдер де молынан жазылған. Мысалға айтсақ, қарын қуырдақ, шәкім жая сынды тіркестермен қатар сойдақталған із, сорғалаған қан немесе жәпірейген жеркепе, салы кеткен там үй сынды тіркестермен бермей кетуге әсте болмайды. Автор портрет жасаудың да хас шебері. Ол портреттің мінезін де, сұлулықпен де астарлып берудің үлгісін жақсы меңгерген. Ендігі кезекте жазушының деңгейі, ізденісі және шығармаға көзқарасы мен дүниетанымының мәселелерін жүгінеміз. Дарабоз тәуелсіздікті алғаннан кейін өмірге келген шығарма. Сол үшін де көп дүниені қысылмай, астарынсыз ақиқатты ашып көрсеткен, анық жазылған. Оның қазақ әдебиеті, жалпы қазақ тарихындағы құндылығы сол автордың алғашқылардың бірі болып, тарихи романға, оның желісінде объективті түрде баға беріп, тарихи тұлғалардың рөлін қазақ халқының ұлттық мүддесі тұрғысынан қарастыруында екенін атап өту керек. Қабдеш жұмаділовтің өзінің таңғажайып дүние романының Есенберлиннің
көшпенділер трилогиясында редакторлық жұмыс жасаған айтып өтеді. Осы тұрғыда оның тарихи тұрғысынан мол ізденісін көре аламыз. Ол өз шығармасында тарихты жазып қана қоймай, жеке тұлғалардың қасиетін дәріптей білді. Ол өзі айтады, тарих қайталануды сүйеді. Тарихтың қозғаушы күші халық екені рас болса, сол халықты бастайтын серкесі бар емес пе? М, қаламгер қаламгерді толғантқан осындай жайттар еді. Нәтижесінде Қабанбай, Абылай, Бөгенбай образдары жеке тұлға ретінде халыққа жол тартты. Осы роман арқылы көп көп адам көп м, көп жастарды ә, осындай батырларымыздың, тарихта болған батырларымыздың ержүрек ерліктерін көрсетіп, осындай болуға тәрбиелейді, және де бұл романның ішінде қуанта да және мұңайта да білетін сондай бір толқынды жайттар болды. Бұл жазушының ә, бұл жазушының тағы бір шеберлігі деп ойлаймын. Және м, жазушының замандастары Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ілияс Есенберлин үлгілерінен де көп дүние игерген. М, Автор үшін Әуезов тағылымы Қабанбай, Демежан, Назым, Гауһар, Ханбибі, Төбет, Барақ, Абылай, Қанағат би, Нартай би, Төле би, Боранбай мен Құланбай, Бұқар жырау, Естай, Жолбарыс бейнелерін көрсету секілді ұлттық әдебиеттегі образдар галереясын толықтыруы жағынан септігін тигізді. Автор сонымен қатар орыс патша үкіметін әйелдерінің образына да жіті тоқталып, әрқайсысының бейнесін әдемі ашады. Қазақ тарихында туған жер тал, бесік, тас, босаға үшін қу далада тәні құла түзде көрі құба белде елі қалғанша жанын пида етіп басын бәйгеге тіккен қол бастаған батырлар, сөз бастаған шешендер аз емес. Жазушы қашанда тарихшы. Әдебиеттің басты парызы адамзат естелігінің үзік болмауына күш салып, қабдеш жұмаділов осы міндетті толықтай орындаған қаламгер. М, Жазушы шығармасы өзге де қандай шығармалармен мазмұндас. А, бұл жөнінде де айтпай кету мүмкін емес. Көшпенділер трилогиясындағы үлкен детальдің көрінісі дарабозда да аңғарылады. Өйткені желі бір жазушы жеке кейіпкерді көрсеткісі келгенмен күллі тарихтан аттай алмайды. Сол үшін де ұқсастығы өте көп. Дарабоздан кейін қаламгер Абылайдың ақырғы өлімі сынды әңгімелерге қалам тербетеді. Ол жердегі детальдар да ұқсас. Не дегенмен тарих бәріне ортақ. Жазушы кейіпкер тарихымен ғана шектелгенін білеміз. Ол табиғатты суреттегенде де сөзді сүйенетіні аңғарылады. Бақытбел бейнесі, Шыңғыстау мен Қызылсу суреті, Көр жарлы мен Бура пейзажы, Аягөз бен Ақшатау аралығы
Ә, ди- дилогияда өте керемет суреттелген ата қоныс жайлы автордың басты тақырыбы. Күллі Алтай мен Атырау арасында қазақ даласының сыр шертетін шығарма екенінде өтірік емес. Ата-баба арманын орындау мақсатында дарабоз диалогиясы біз үшін шоқтығы биік туынды. Шығарма сонымен де қымбат. Ә, және де дарабоз романы ә, дарабоз романын жалпы айтқанда м, бізге абай жолы көшпенділер секілді романдарға ұқсас осы секілді бізге тарихи тұлғаларымыздың өмірбаянын бізге осы күнге дейін бір жағынан тарихи, бір жағынан тәрбиелік осындай мәні бар шығарма ретінде санаймын. Қазақстан тарихы сірә сегі дарабоз романы. Дарабоз романында басты кейіпкер қабанбай батыр туралы қазақ қазақ халқының сол уақыттағы азапты ғұмыры, таққа талас, қазақ жоңғар және ойраттар арасындағы ұзақ уақытқа созылған қақтығыстар және осы жерде басты кейіпкердің қабанбай батырдың азаттық жолында көзсіз ерлік көрсетуі, одан бөлек автордың оқырманды жалықтырып алмас үшін неше түрлі аңыз әңгімелер, би шешендік, афоризмдік дағдыларға тоқталып өткен. Шығарманың негізгі идеясы азаттықты азаттықты аңсаған алаштың алыптарын асқақтау. М, Сол тұрғыда бірінші позицияда көрінетіндей кейіпкердің бірі қабанбай образы. Тақырыпқа келетін болсақ, қабанбайдың ерекше есімдерінің бірі дарабоз. Ол автор тақырыптың іргетасы ретінде осы дарабоз деп кітаптың атын қойған. Және өте жақсы қойылған қысқа да нұсқа. Aa, м, шығарма сюжеті бірден қабанбай қабанбай есімінен басталады. А, Автор фабула ретінде тарихтың парағына үңіледі. Болат өлгеннен кейін әбілмәмбеттің таққа отырып қол астына 300-ді жинауы әңгіме болады. Осы тұста тарихи қаһармандар өзара қарым-қатынас, түспес бұрынғы хал жағдай, тіршілік, қоғамдық орта, қақтығыстар алаңы, оқиғалар орны суреттеледі. Дарабоздың басталуында айтарлықтай ерекшелік жоқ, тура экспозиция деуге де болады. Автор әр кейіпкеріне жеке тоқталады. Әрқайсының іркіліссіз, жанама астарсыз бірден таныстырады. Тағы бір ерекшелігі шығарма бұрма экспозициясыз шартты түрде жалғасады. Сюжеттік байланыс ретінде Қабанбай Ұлытаудағы жиыннан соң туған жер
Барқытбел, Алакөл, Алтай өңіріне жол тартқандағы көш барысында суреттеледі. Көште ел еңсесінің биіктігі, қазақ даласының кеңдігі, болашақ деген арман, өткенге өкініш сынды ұғымдар сипатталады. Және осы тұста әңгіме ішінен өрбіп сюжеттік байланыс орын алады. Қабанбай досы шағалыққа ұлы әліге өткінші өмірдегі тартысты баяндау арқылы шығарма оқырманға жақсы жол тартады. Не үшін Қабанбай аталады? Қандай жекпе-жекте дарабоз атанды? Нар бала деп кімдер атаған? Азан шақырып қойған есімі кім? Және өлже мен арсаланға деген кектің соңы немен аяқталады? Атамекеннен не үшін көшті? Осы секілді сұрақтардың бәріне жауап беруге тырысады. Байланыс өте сәтті қиыстырылған, себебі оны автор емес, Қабанбайдың өзі баяндайды. Оқырман кейіпкердің аузынан естігендей күй кешеді. Бұл жазушының кейіпкерді сөйлетудегі басты ерекшелігі. Және орын алған әр құбылысты ауызекі аңыздап қоймай, адамның жан дүниесіне ене суреттейді. Оқырман өзіне біраз мағлұмат алады. Шежіре тарихында да меңгеруге болады. Себебі кімнен кім тарайтынын қаламгер осы тұста сатылып айтып өтеді. Бірнеше реалистік образбен танысады. Нәтижесінде Қабанбайдың отбасы және ортасымен толық танысады. Оқиға желісінде автор қызықты ситуациялар мен интрига ұйымдастырып, әр алуан сюжеттерді кеңінен қолданады. Осы орайда сюжеттің шиеленісі басталады. Дарабоздағы шиеленіс деп Әбілқайыр мен Барақтың кекті тағдырлары, азапты өлімдері ұлы жиында ойратқа қарсы ма, жоңғарға қарсы ма деген күрделі сұрақтарды туғызу арқылы оқырман өзіне одан әрі баурайды. Желіге қызық оқиға да керек. Иә, көркем шығарма көп адамға негізі қызық емес шығар, бірақ тарихи шығармада қолдан жасаған қызық емес, шынайы өмірде орын алған қызық болуы тиіс. Жазушы мұны да сәтті пайдаланған. Майсара мен Шақалақтың әзілдесуі мен Мырзатай мен Назым арасында орайластық, билердің бір-бірімен жарасуы, осы секілді дүниелер мен шығарма бойынан кеңінен көрініс тапқан. Сюжеттің шиеленісуі Қабанбайдың туған жері мен белді емес, сыр өңірін қорғап аттанайық деген тұсынан шақыртауға ұласады. Неге батыр талай жылғы арманым атамекенді жаудан аластауға аттанбады? Оның бұл әрекетін Абылай ғана түсінді. Қазақтың барлық жері атамекен, әр жері әр адамның тағдыры. Ал оны өз жауынгерлері түсіне алады ма? Аттаныс нәтижесіндегі ірі жекпе-жектер, кішігірім қақтығыстар күшеюге шығарманың өрістеуіне келіп дамылдайды. Шығарма сюжетін күллі кезең-кезеңімен тұтастырып, белгілі бір бүтіндікке, үндестікке әкеліп тұрған композициялық аса бір күрделі тұсы да осы.
сөз болатын тағы бір мәселе ол шығармадағы тип пен характер. Бұл мәселеде жазушы тілі шұрайлы, сөздік қоры мол болуы шарт. Бұл жазушыға қойылар бұлжытпас талап. Қабдеш жұмаділов өз қаһарманының характерін өзге арқылы ашады. Қабанбай характері қалай бізге жол тартады? Әрине, детальдар арқылы. Абылай Қабанбайды көзсіз ерлігі үшін жақсы көреді. Ол билікке таласы жоқ, қарадан шыққан батыр болса да, Абылай үшін дарабоздың көзқарасы маңызды. Қабанбай көрінген хан көргенде хан екенін ұмытып, атының басын ұстап жылап көрісті. Бұл жерде Абылайдың іс-әрекеті арқылы дарабоздың характері сыр шертеді. Назым әкесінің мойнына асыла кеткісі келді, бірақ шағалақ тұрғасын сыпайылық танытып анасының сәлемін жеткізді. Қабанбай түзде жауырыны жерге тимеген батыр болғанымен үйде балажан. Ордасында немерелері үстіне секіріп ойнап жүреді. Бұл жерде Қабанбайдың ерекше қырын тағы аңғарамыз. Қабанбай қалмақтан қатын аламын десе, кедергі жоқ, бірақ сыры кетсе де сыны кетпес майсараны ойлап бұл ауылдың жетегінде ермей жүр. Бұл жолдардан да Қабанбай бейнесі көрінеді. Осы секілді бөлшектер, яғни детальдар арқылы жазушы кейіпкер характері мен типін жақсы берген. Төртінші, толғамда шығарманың тілі мен стиліне тоқталуымыз керек. Романның тілі қаншалықты жеңіл. Автор көркемдік ерекшелікке жіті мән берген. Оған қоса сөздік жақсы жұмыс жасаған. Және шығармада ә, жазушы жазушының тіл байлығы, ерекшелігін, сөздік қорының молдығын, қазақы тіршіліктің ғұмырын хабар мол екенін аңғарамыз. Жазушы стилі өзгеге ұқсамайды. Себебі шығарманың мазмұны мен пішіні бөлек. Көркемдік әдісінің өзі ішкі дүниетанымының үндес, сол үшін өзгелерден ерекшелігі көп. Кей жазушыларда инверсия, психологиялық параллелизм сынды көркемдік тәсілдер кеңінен қолданылады. Қабдеш жұмаділов оларды қажет етпеген. Әдеби шығармаға жазуға рецепт берілмейтін секілді. Әдеби шығарманың тілінде штамп жоқ. Жер бетінде қанша жазушы болса, сонша машық жеке өзіне тән жазу мәнері болуы шарт. Әдебиетте баяндау мен суреттеу екі ұғым. Қаламгер дарабозда екі ұғымды қатар қолданады. Тіпті кей жерде қайсысы баяндау, қайсысы суреттеу екенін де аңғармай да қаламыз. Әрбір әдеби шығарма белгілі бір дәуірдегі қоғамдық шындық сәулесі. Шындықты суреттеу өте күрделі процесс, және автор бұл жағынан еш жеңілмеген.
шығармада біз білмейтін сөздер мен және көп ести қоймаған мақал-мәтелдер де молынан жазылған. Мысалы мысалға айтсақ, Қарын қуырдақ, Шәкім жая сынды тіркестер тіркестермен қатар сойдақталған із, сорғалаған қан немесе жәпірейген жеркепе, салы кеткен там үй сынды тіркестер мен бермей кетуге әсте болмайды. Ә, Автор портрет жасаудың да хас шебері. Ол портреттің мінезін де сұлулықпен де астарлық берудің үлгісін жақсы меңгерген. Ендігі кезекте жазушының деңгейі, ізденісі және шығармаға көзқарасы мен дүниетанымының мәселелерін ш- жүгінеміз. Дарабоз тәуелсіздікті алғаннан кейін өмірге келген шығарма. Сол үшін де көп дүниені қысылмай ас астырынсыз ақиқатты ашып көрсеткен, анық жазылған. Оның қазақ әдебиеті жалпы қазақ тарихындағы құндылығы сол автордың алғашқылардың бірі болып тарихи романға оның желісінде объективті түрде баға беріп тарихи тұлғалардың рөлін қазақ халқының ұлттық мүддесі тұрғысынан қарастыруында екенін атап өту керек. Қабдеш жұмаділовтің өзінің таңғажайып дүние романының есенберлиннің көшпенділер трилогиясында редакторлық жұмыс жасаған айтып өтеді. Осы тұрғыда оның тарихи тұрғысынан мол ізденісін көре аламыз. Ол өз шығармасында тарихты жазып қана қоймай, жеке тұлғалардың қасиетін дәріптей білді. Ол өз айтады, тарих қайталануды сүйеді. Тарихтың қозғаушы күші халық екені рас болса, сол халықты бастайтын серкесі бар емес пе? М, Қаламгер қаламгерді толғантқан осындай жайттар еді. Нәтижесінде Қабанбай, Абылай, Бөгенбай образдары жеке тұлға ретінде халыққа жол тартты. Осы роман арқылы көп көп адам көп м, көп жастарды ә, осындай батырларымыздың тарихта болған батырларымыздың ержүрек ерліктерін көрсетіп осындай болуға тәрбиелейді және де бұл романның ішінде қуанта да және мұңайта да білетін сондай бір толқынды жайттар болды. Бұл жазушының ә, бұл жазушының тағы бір шеберлігі деп ойлаймын. Және м, жазушының замандастары Мұхтар Мағауин, Әбіш Кекілбаев, Ілияс Есенберлин үлгілерінен де көп дүние игерген. М, Автор үшін Әуезов тағылымы Қабанбай, Демежан, Назым, Гауһар, Ханбибі, Төбет, Барақ, Абылай, Қанағат би, Нартай би, Төле би, Боранбай мен Құланбай, Бұқар жырау, Естай, Жолбарыс бейнелерін көрсету секілді ұлттық әдебиеттегі образдар галереясын толықтыруы жағынан септігін тигізді. Автор сонымен қатар орыс патша үкіметін әйелдерінің образына да жіті тоқталып әрқайсысының бейнесін әдемі ашады. Қазақ тарихында туған жер тал, бесік, тас, босаға үшін қу далада тәні құла түзде көрі құба белде елі қалғанша жанын
пида етіп басын бәйгеге тіккен қол бастаған батырлар, сөз бастаған шешендер аз емес. Жазушы қашанда тарихшы. Әдебиеттің басты парызы адамзат естелігінің үзік-үзік болмауына күш салып, қабдеш жұмаділов осы міндетті толықтай орындаған қаламгер. М, Жазушы шығармасы өзге де қандай шығармалармен мазмұндас. А, бұл жөнінде де айтпай кету мүмкін емес. Көшпенділер трилогиясындағы үлкен детальдің көрінісі дарабозда да аңғарылады. Өйткені желі бір жазушы жеке кейіпкерді көрсеткісі келгенмен күллі тарихтан аттай алмайды. Сол үшін де ұқсастығы өте көп. Дарабоздан кейін қаламгер Абылайдың ақырғы өлімі сынды әңгімелерге қалам тербетеді. Ол жердегі детальдар да ұқсас. Не дегенмен тарих бәріне ортақ. Жазушы кейіпкер тарихымен ғана шектелгенін білеміз. Ол табиғатты суреттегенде де сөзді сүйенетіні аңғарылады. Бақытбел бейнесі, Шыңғыстау мен Қызылсу суреті, көр жарлы мен бура пейзажы, Аягөз бен Ақшатау аралығы дилогияда өте керемет суреттелген. Атақоныс жайлы автордың басты тақырыбы. Күллі Алтай мен Атырау арасындағы қазақ даласының сыр шертетін шығарма екенінде өтірік емес. Ата-баба арманын орындау мақсатында дарабоз диалогиясы біз үшін шоқтығы биік туынды. Шығарма сонымен де қымбат. Ә, және де ә, дарабоз романын жалпы айтқанда м, бізге абай жолы, көшпенділер секілді романдарға ұқсас. Осы секілді бізге тарихи тұлғаларымыздың өмірбаянын бізге осы күнге дейін бір жағынан тарихи, бір жағынан тәрбиелік осындай мәні бар шығарма ретінде санаймын.